Selam dostlar, biz bugün anam ekөөбүз sүйек сорпасын қалай дайындалатынын көрсөтпекчибиз. Бизбен бірге болуңуздар. Кайырлы күн. Бүгін қызым айтқандай сүйек сорпасын дайындаймыз. Сол сіздерге сүйек сорпасының қалай дайындалу керек екенін сіздерге көрсетпекшіміз. Алдымен сүйегімізді салқын сумен жуып тазалап аламыз. Сүйектерімізді жуып ыдысымызға салып, яғни бұл сүйек сорпасы деген өте пайдалы ем. Әсіресе күз мезгілдерінде, көктем кездерінде тұмауға, әртүрлі ауруларға ем ол деген. Негізі сүйек сорпасын ішкен өте пайдалы. Енді сүйектерімізді жуып алдық. Енді үстіне таза суымызды құйып, газымызге қойып қайнатамыз. Қайнатуға қоямыз. Бетін жауып қайнатуға қойдық. Мінекей сүйектеріміз қайнап жатыр. Енді осының ішіне біздер өз қалауымызша қоспаларымызды қосамыз. Ол үшін бір бияз қосамыз, бір сәбізімізді қосамыз, жуып тазалап, және бір 2-3 сарымсақ қосуға да болады, дәмін келтіру үшін сорпаның. Және 1-2 лавр жапырағын саламыз. Бір-екі түйір қара бұршымызды саламыз. Көп салмаймыз, тек 1-2 түйір салса жарайды. Және бір қасық тұзымызды саламыз. Және оның үстін сосын міндетті түрде алма сірке суын қосу керек. Оған тек бір үлкен қасықпен қосса жеткілікті. Енді тағы да 1-2 сағат қайнатамыз. Негізі ол деген 10-12 сағат қайнайды, бірақ өз қалауларыңызға қарай одан да көп қайнатуға болады. Мен сүйектерімнің уже пісуіне уақыты жақындады. 1-2 сағат қалғанда жаңағы өзіміз қосатын қоспаларымызды қосамыз. Енді қазір 1-2 сағаттан кейін алып сіздерге көрсететін боламыз. Жаңағы қойған сүйек сорпамыз қайнады. Енді оның бетіндегі көбіктерін жайлап сүзіп аламыз да, сосын тағы да қайнатуға қоямыз. Неге жайлап өзі бабымен қайнап жатыр сүйектеріміз. Енді тағы да қайнатамыз. Бүгінгі қызымыз екеуміздің әзір дайындаған сүйек сорпамыз дайын болды. Сүйегінен ажыратып алдық сорпамызды. Енді сорпамызды тұндырып аламыз. Сорпамызды тұндырып алдық. Енді кесемізге құйып ішуімізге болады. Міне біздің анамыз екеуміз дайындаған сорпамыз дайын болды, ас болсын.